Еліміздің бас санитарлық дәрігерінің 13 сәуірдегі номері 14 қаулысына сәйкес 13 сәуірден бастап Жамбыл облысы ашық жобасына енді. Ашық дегеніміз бұл бизнеске қызыл аймақта да жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда Тараз қаласы бойынша 300-ден астам нысан осы ашық жобасымен бірге жұмыс істеуде. Қайырлы күн. Бізге тек приложение ашықпен ғана кіре аласыз. Play Market'тен кіресіз. Сол жерден тұрады. Ашық деген приложение. Қандай статус шығу керек? Көк немесе жасыл статус шығу керек сізге. Мына жақта кафеда бәрі здорово ма? Сонда синий зеленыймен кіріп жатыр ма? Вот, рахмет. iPhone телефоны болатын болса, онда App Store'дан, егерде смартфон телефоны болатын болса, онда Play Market'тен ашық деген қосымшаны жүктейсіз. Сол жерге өзіңіздің ЖСН номеріңізді, яғни жеке куәлігіңіздегі ИН номеріңізді тересіз. Содан кейін міне былай кіре берісте нысанға кіріп, өзіңіз QR-код арқылы сканерлейсіз. Қазір менде көк түс шығып тұр. Бұл ашық қосымшасында жалпы 4 түрлі статус бар. Келген кісілердің мәртебелері сары немесе қызыл болатын болса, аталған мекеме ол келушілерді кіргізбеуге міндетті болып табылады. Ал егерде қалған 2 мәртебе бар, олар жасыл және көк. Осы екі мәртебесі бар кісілерді ғана бұл мекеме өткізе алады. Демек, олардың денсаулығы жақсы, аталған интеграциялық базаларда ешқандай мәртебелер жоқ деген білдіреді. Бұл жерде міндетті түрде келген келушілерде қосымшаның болуы талап етілмейді. Жобаға спа орталықтары, фитнес орталықтары, мәдениет нысандары, театрлар мен кинотеатрлар, қоғамдық тамақтану орталықтары, боулинг, бильярд, осындай тағы басқа да салалар осы жобамен жұмыс істей алады. Кафе, ресторандар қызыл зонада сағат мысалға 9-дан кешкі 8-ге дейін істейтін болса, ашық жобасына қатысушылар 50 орынға дейін, 50% заполнениеге дейін күнгі 2-ге дейін жұмыс жасай алады. Осы ашық қатысушы болып табылса. Осы уақытқа шейін ашық жобасы жоқ кезде сағат 12-ге дейін, 10-ға дейін жұмыс істеп жүрдік. Әр постановление ауысқан сайын жұмыс уақыты ауысып тұратын. Қазір жұмыс уақытысы 2-ге дейін созылды. Тексеріс бабында жұмысымыз нақты, толық. Ашық бұл сіздің және біздің қауіпсіздігіміз үшін. Барлық Тараз қаласының кәсіпкерлері мен тұрғындарын ашық жобасымен жұмыс істеуге шақырамын.